Сәлем достар, мен бүгін өте дәмді пюре дайындайтын боламын. Қатты қайнап тұрған суға ашылып жуылған картошкамызды салып пісіреміз. Қақпағын жауып, орташа отта 10 минуттай қайнатамыз. Шанышқымен шаншып көрдік, пісіпті. Енді сүзіп аламын. Осылай шаншып, толықтай үгіттейміз. (70-80 мл) жылы сүт құямыз. Az тұз саламыз. Mine püremiz dayın. Егер рецептім ұнаса, лайк басып комментарий жазыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.